Қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын амансыздар ма? Достар, өздеріңіз білесіздер, біздің елімізде 17-18 жасар балаларын діни білім беру үшін шетелдік жоғарғы оқу орындарына түсіретін ағайындарымыз бар. Әңгіме жоқ, бала шетел көрсін, оқысын, дамысын. Бірақ, құрметті ата-аналар, сіздерден жалынып тұрып сұрайын. Егер де қазақтың болашағын, қазақтың ертеңгін ойласаңыздар, қандай оқу орынға түсіріп жатырсыз өз балаңызды, соны жақсылап қадағаласаңыздар. Шетелде өте сомнительный діни жоғарғы оқу орындарының бар екен, ұмытпаңыздар, өтініш. Ол 17-18 жастағы буыны қатпаған бала деп айтайыншы, ол губка сияқты. Бәрін өзінің бойына сіңдіреді. Ол о жақта қандай дінмен оқиды, оған қандай менталитет, қандай дүниені үйретеді, оны бір Алла біледі. Қандай дінді үйрететінін де бір Алла біледі о жақта. Ондай балалар, өкінішке орай жаңа сомнительный оқу орындарында оқыған балалар ертең мына жерге келеді, қасына 5-6 дос баласын жинап алады да, талпа қылып, сосын отырады мына жерде. Ананы харам, мынаны харам, қазақтың қара домбырасын харам деп, жаңағы сәлем салуды харам деп, содан кейін бұның арты үлкен дүниеге алып келуі мүмкін да о баланшы. Сондықтан құрметті ата-аналар, сіздерден жалынып тұрып сұрайым, қадағалаңыздар. Дінді оқытам десеңіздер, біздің елімізде де бар ғой дінді оқытатын. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде де факультет бар, Евразийский национальный университетте де факультет бар ағайында. Шымкент, Тараз, бүкіл жерде ондай діни орындар бар өзімізде де. Соларға оқыта берейікші, өтініш.